Жүрек аускультациясы. Инструкцияға сай қолын жуды. Пациентке өзін таныстырды. Сәлеметсіз бе? Мен Битемирова Динас Карымнамын. Фонендоскопты жылытты. Пациентке процедураны түсіндірді. Мен сіздің балаңызға жүрек аускультациясын жасаймын. Пациенттен процедураны жасауға келісім алды. Сіз осыған рұқсатыңызды бересіз бе? Баланы отырғызды. Қолдың көмегімен жүрек түрткісін анықтап алды. Фонендоскопты жүрек түрткісінің үстіне қойды. Митральды қақпақтың тонын анықтау үшін. Фонендоскопты екінші қабырға аралығында төстің оң жағына қойды. Аорта қақпағының тонын анықтау үшін. Фонендоскопты сол жақта екінші қабырға аралыққа қойды. Өкпе артериясының қақпағының тонын анықтау үшін. Фонендоскопты төстің семсер дәлізді өсіндісінің үстіне қойды. Үш жармалы қақпақшаның тонын анықтау үшін. Фонендоскопты Боткин нүктесіне қойды. Ол үшін екінші қабырға аралық пен сол жақтағы жүрек ұшының түрткісін қосатын сызықтың ортасына төстің сол жағын тыңдады. Нәтижесіне сипаттама берді. Сіздің балаңыздың жүрегінде ауытқу жоқ, патологиялық шу естілмейді. Қорытындысын жазды.